Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және сұлулық саласында жүргеніме, яғни кірпік саласында жүргеніме уже 6 жыл болды. Және өзімнің тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін боламын және сіздерге үйрететін боламын. Егер де менің каналыма тіркелетін болсаңыздар, өкінбейсіздер, себебі өте құнды ақпараттар болады. Және кірпік жайлы ғана емес, болашақта тағы да басқа өте күшті лайфхактар болатын болады. Сол үшін маған тіркеліп кетіңіздер және маған комментарийға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Азиат қыздардың көзіне көбінесе д изгиб жарасады. Д изгиб не только азиат қыздарға, және де қабағы жоқ, қабағы ісіңкі қыздарға, көздері кішкентай қыздарға д изгиб өте қатты жарасады. Бірақ менің бүгінгі мына көріп тұрғандарыңыздай қабағы бар қыз, бұл қызға біз д изгибін таңдаған болатынбыз. Д изгибін біз 9-дан бастап 12-13-тен кішкене қосқан болатынбыз, және эффект натуральный. Бұл жерде натуральный эффекттен разницасы только изгибі ғана өзгерген болатын. Және де толщинасы 0,1, изгибі D, объемы 3D, 4D. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай мен қолданатын материал ол 9, мына жерде 10, мына жерде 11 және 12 және 13 д-дан мен азғантай ғана қосқам. Кірпік өте жұмсақ, көзге батпайды. Және де мен қолданатын клей вот Ромео. Және де мен қолданатын Авитальдың пинцеті. Прям қатты, прям пучоктарды идеально ашып береді. Және де колечко. Мен осындай колечко қолданам. Және де расческа. Расческамен постоянно тарап отыру керекпіз. Мұнда сіздер көріп тұрғандай кірпікті үстінен қойған болатынмын. Неге? Потому что адамның кірпігі біз қойған кірпікті көтеру керек. Өйткені біз астына немесе жанынан қоятын болсақ, кірпік тез қалады. Жанынан қойсақ, ол склейка болады. Астынан қойсақ, жаңа айтқандай, кірпік тез қалады, ол отслойка болады. Сол үшін біз кірпікті үстінен қоямыз. Және кірпіктің үстінен қойғаннан кейін адамның көзі визуально ашылады. Сол үшін осындай схемамен жасағандарың ол дұрыс. Бүгінгі айтылған ақпараттар егер де сіздерге ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі бұдан да кейін өте құнды ақпараттар болатын болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға не білгілеріңіз келеді, соны жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің арманым бар, 10 подписчик жинау. Және сол арманыма сіздер мені поддержать ететін болсаңыздар, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Және рахмет айтар едім. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!